Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге қант диабетінің белгілері туралы ақпарат бермекшімін. Қант диабеті дегеніміз қанда қант мөлшерінің жоғарылауымен сипатталатын созылмалы ауру. Қант диабетіне шалдығуға қауіп-қатер тобына кімдер жатады? Бірінші, артық салмағы бар адамдар. Екінші, артериялық қысымы және жүрек қан-тамыр аурулары бар адамдар. Үшінші, ата-анасында немесе жақын туыстарында қант диабеті ауруы бар адамдар қауіп тобына жатады. Қант диабетінің белгілері қандай? Бірінші, тәбеттің жоғарылауы. Екінші, үнемі аштық сезімі. Үшінші, кіші дәретке жиі бару. Төртінші, салмақ қосу. Егер қант диабетінің бірінші типі болатын болса, бұл түрі балаларда жиі кездеседі. Ол кезде балалар салмақ тастайды. Ал егер қант диабетінің екінші типі болса, онда салмақ жинайды. Жаралардың ұзақ жазылуы және де мойын қатпарларында, қолтық астында, шап аймағында және шынтақта қараюдың пайда болуымен сипатталады. Қалыптыда қанттың қандағы мөлшері 3-5 және 6 миллимоль на литрді құрайды. Егер де сізде осы белгілер болса, онда емханаңызға барып, дәрігерге көрінгеніңіз абзал. Және қант диабеті деген нақты диагнозда эндокринолог маманы қандағы глюкозированный гемоглобинді анықтау арқылы қояды. Келесі видеода қант диабетінің асқынулары туралы айтатын боламын. Егер видео пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.